айтым сәлем қалам қас саған құрбан мал мен бас саған ғаннан сені ойлап келер көзден ыстық жас. Бүгін үлкен туған ел алтын бесігім жобаның аясында облыс әкімінің бастамасымен Алтай ауданы Өскемен қаласына келіп отыр. Және келгеннен кейін Максимол сауда үйінде үлкен флешмоб өткізілді. Бүгін міне қазір ЦДК-да үлкен концерт болады. Бұл концертке бір жыл бойы біздің творчестволық шығармашылық топтар дайындалып, жаңа костюмдер тігіп, жаңа өлеңдерін жазып, жаңа билерін бәрін жазып, бүгін келіп отыр. Және де қазір тамашалайсыздар, тамашалауға болады. Абайдың 180 жылдығына үлкен көрме ұйымдастырылды. Осы 180 жылдығына, Абайдың 180 жылдығына арнап өте көп іс-шара ауданымызда өткізілді. Суреттер арасында, Абайдың оқулары арасында. Бұның бәрін бірінші орында жүлдегерлер, ауданның жүлдегері барлықтары бүгін келіп, осы өзінің творчестволық өнерлерін көрсетіп отыр. Енді ертең осы күндері жалғасуда, ертең ОРЦ сауда үйдің жанында үлкен ярмарка өтеді. Бұған біз ет және басқа да өнімдерін, Алтай ауданының өнімдерін әкелдік. Ертең біздің шаруашылықтар барлықтары жәрмеңке қояды. Қалай жұрттан аласыз, қандай еңбекпен келіп жатқан көріп, үлкендерге құрмет, кішіге ізет, еңбектің қадірін түсінетін болашақ. Сіздер шаршамаңыздар, алдарыңыздағы жақсылығын қуанышы көрсетеміз. Бүгінгі көрмеге біз оқушылармен дайындалдық, қол өнері бойынша. Ағаш бетінде күйдірумен байланысты тематикамыз шимен тоқу қол өнері болды. Оқушылардың көбісі өз жұмыстарына риза болды. Қазір көріп отырғандай біздің көрме осындай бұйымдарда жасалды.